Бұрынғы қариялар 22 наурызды қызыл басының наурызы дейді екен. Наурыз сөзі парсы тілінен шыққан, жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Қазақ халқы наурыз демей амал деген. Қазіргі күні 14 наурызда еліміздің батыс өңірі ғана ұлыс күнін тойлап көрседі. 70 жылғы тепкіден еліміздің қалған аймақтарында бұл дәстүр ұмытылған. Әйтпесе күллі қазақ күні кешеге дейін амал мерекесін көрісу салтын жасап келген деген дерек бар. Апа, жылыңыз құтты болсын. Ғұмырлы бол, айналайын, бақытты бол, өзіңе де құтты болсын жылы. Рахмет. Қазақстанның батыс өңірінде сақталған ежелгі дәстүр неге 14 наурыз күні тойланады? Себебі бұл қазақша жыл санауымен есептегенде жылдың бірінші жаңасы болып саналады екен. Сол күні жасы кішілер үлкендерге келіп сәлем береді. Таңмен таласа оянып қазанға ет салып, бауырсақ пісіріп, дастархан жаяды. Арнайы мейман шақырылмаса да, құттықтап келген құдайы қонаққа есік әр қашан ашық тұрады. Ағайын туыс көрші арасындағы өкпе реніш кешіріліп, бір-бірінің шаңырағына барып сәлем береді. Бір жасымен Назерке. Бір жасымен Айтолқын. Саламатсыздар ма? Амал мерекесі құтты болсын. Қыздар, өздеріңізге құтты болсын, бір жастарымен. Жаңа жылың құтты болсын айым. Құдағайым. Мына бір жақсылығын алып келсін. Балаға, семьяға бақытты болыңдар. Амал мерекесін құтты болсын. 14 наурыз күні елде болмай, сыртта қалған адамдар елге келген бойдан қариялардың қолын алып сәлем беруі тиіс. Көрісу эстафетасын жоғары және кәсіптік техникалық оқу орындарына, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерге жолдаймыз.